Ерте күнде отты күннен ғұн туған, отты ғұннан от боп ойнап мен туғам. Жүзімді де қызық қара көзімді туа сала жалын менен мен жуғам деп Мағжан ақын жырлағандай, ежелгі қазақ даласындағы этникалық, саяси және мәдени үрдістерде ғұн тайпаларының алатын орны ерекше. Ғұндар Орта Азияны мекендеген түркі тілдес ру тайпалардың арғы тегі. Ғұндар қазақ даласына біздің заманымыздың бірінші ғасырында келгендіктен, олардың тарихы қазақ жерімен тығыз байланысты. Ғұн атауы алғаш рет Қытай деректерінде кездеседі. Ғұндардың әлеуметтік, экономикалық және саяси тарихы жөнінде ең алғаш жазған Қытай тарихшысы Сыма Цзян аса құнды мәліметтер берді. Сонымен қатар, Европа ғалымдарынан Рим тарихшысы Амиан Марцелиннің, француз тарихшысы Тьер Амедидің, герман тарихшысы Йорданның шығармаларында ғұн билеушісі Атилла құрған мемлекеттің оның Римге жорығы туралы мәліметтері бағалы еңбектер қорына жатады. Қазақ ғалымдарының ішінен ғұн билеушісі Атилла туралы алғаш рет жазып, ғылымға енгізген Шоқан Уәлиханов болды. Ұлы ақын Мағжан Жұмабаев өзінің пайғамбар атты өлеңінде ғұндар түркілердің атасы деген тұжырым жасайды. Ғұндардың тарихи мән маңызы сонда, олар бұл тайпаларды бір тұтас қуатты күш етіп біріктірді. Европаға келіп Рим империясын тізе бүктірді. Атилланың заманында ғұндар Дунайдан бастап Сырдарияға дейінгі шығыс Европаны мекендеген аумақ пен халықтарға иелік етті. Артына терең мұра мен айтулы оқиғалар қалдырған, өзіндік мәдениеті қалыптасқан ғұндар түркі тілдес тайпалар мен халықтардың одан кейінгі тарихи дамуына да айтарлықтай үлес қосты. Қайта оралсын ұлы күндер, ғұнның алла ғұмырын бер, бөлінгенді бөрі жейді, бірігіңдер, кімдер сені ұрықтады, ер едідің ұрықтары, қайта туған қайсар ұлан, қайта тула түрік қаны. Жаркент жоғары гуманитарлық техникалық колледжі отан тарихындағы 30 жыл жобасы аясында өткізілген тәуелсіздігім тірегім челленджін Талдықорған жоғары политехникалық колледжіне жолдайды.